Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Менде кезекті челлендж бір күнде бір бұйымды бастау. Бұл менде 5 немесе 7 бұйымға созылуы мүмкін, оны алдағы уақытта бірге білетін боламыз. Сонымен менің бірінші күнгі жұмысым осы макраме жіптерінен косметичка тоқимын. Менің өзімнің шеберлік сабағым бойынша сіздерге бір влогтарда айтып кеткенімдей, менің туған әпкемнің тапсырысы бар. Мен соны осы артылған жіптерден тоқимын деген шешімге келдім. Және өзіме жасаған челленджде осы бастамасын қазір бірінші күнгі бастаманы көрсетіп кетемін. Міне мен ендігі кішігірім тоқып бастап қойдым. Бұл жалпы косметичкаға 200 грамм макраме керек болады. Бұл жіптерде яғни барлығын қосса, менде 200 граммнан асып кетеді. Әлі өлшеген жоқпын, өлшеп жатсам экранға жазып кетемін, барлық қосынды қанша шыққанын. Енді осы күлгін және ақ түсті қолданып тоқиын десем, бұл жіп маған жеткіліксіз. Себебі екеуінің қосындысы 100 грамм. Сол себепті де мен осы барлық түстерді қолданып, осындай келесі шешімге келдім. Ең бірінші осы түс бізде базалық түске жататын болғаннан кейін осы түспен бастадым. Қабырғасын міне осы сүт түс және күлгін түсті араластырып тоқып жатырмын. Маған көрінісі өте қатты ұнап тұр. Ерекше косметичка шығатын сияқты. Алдағы уақытта енді нәтижесін бірге көретін боламыз. Жалпы көрінісі енді бір өте әдемі, тәтті косметичканың бірі болады. Түрлі десерттермен макаронс, немесе зефирка, маршмеллоу, немесе балмұздақ деген сияқты өте әдемі кәмпиттерге келеді. Өте ұнап жатқан процестің бірі. Сіздерге қалай? Жалпы тоқып бастадым және өте тез тоқылып жатыр. Ешқандай өзгертусіз өзімнің шеберлік сабағым арқылы теріп алған ілмек санымен керекті осы ілмек бізді қолданып, ойланбай, есептеу жүргізбей, дайын сабақпен тоқып жатырмын. Мен ол үшін өте қуаныштымын. Бұл сабақтарды тек мен бөлісіп қана қоймай, өзімде қолданып жатырмын. Міне менің бірінші күнгі бастамам. Меніңше өте сәтті шығып жатқан сияқты. Нәтижесін мен өзімде асыға күтетін боламын. Және сол көңіл күйді осы бүгінгі видеоның атмосферасынан сезіп жатқан шығарсыздар. Бүгін ерекше дайындықпен жіптерімді әдемілеп тізіп, сіздерге шыққым келді, бөліскім келді. Жалпы макраме жібін мен маталкамен орап көрдім, бірақ қиындау екен, тым бос болып қалады. Бірақ соның өзінде осы екі түрін орап көрдім. Кейбір жіпті маталкамен де орап көрдім, бірақ енді макраме жібі кішкене бізде жұмсақ болғаннан кейін ба, бос болғаннан кейін ба, маталкада әдемі болып оралып қалды деп айта алмаймын. Соның өзінде мен міне екі жіпті маталкамен орап шықтым. Енді қалған жіптерге тиіспеймін, осы көріністе тұра береді. Ары қарай тоқып жалғастырамын. Сіз де менімен бірге челлендж бастап, өзіңіз кейінге қалдырып жүрген бұйымды бастап кетуіңізге шақырамын. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Арнам пайдалы болып жатса, саусақты жоғары көтеріп, комментарий қалдырып кетіп отырыңыз. Тоқымаға қызығатын досыңыз болса, бөлісіп қойыңыз сұраймын. Және де тоқылған бұйымдарыңыз, менің сабағым бойынша дайын болса, онда маған жіберіп қойыңызды сұраймын. Ертең менде екінші бұйым. Әзірге қай бұйымды бастайтынымды білмеймін. Ертеңге дейін сау болыңыз. Сіздермен болған мен Ұлпан.